Сәлем достар, сіздермен Ақнұр. Бүгін біз өте дәмді әрі үйде бар заттардан дайындалатын сочниктер дайындайтын боламыз. Ол үшін бөлме температурасында тұрған жұмсақ сары майды арнайы ыдысқа саламыз. Содан соң қант қосамыз. Барлығының мөлшері видеоның описаниесіне жазылған. 2 жұмыртқа қосып, барлығын шамамен 2-3 минут миксерлейтін боламыз. Содан соң қаймақ қосамыз, тағы да жақсылап миксерлейміз. Мінекей бізде осындай консистенция пайда болу керек. Енді осы массамызға алдын ала електен өткізіліп тұрған ұнымыздың жарты бөлігін қосып салып аламыз. Содан соң қопсытқышпен ванилин салып, қолымызбен жақсылап қамырлейтін боламыз. Енді оның жарты бөлігін салып, осындай жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Егер қамыр қолыңызға жабысып жатса, тағы да ұн қосып жіберсеңіз болады. Енді қамырымызды қапшыққа салып, шамамен 30 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін жұмыртқаның ақуызын сары уызынан ажыратып алып, ақуызын осылай көпіргенше миксерлейміз. Енді құрғақ сүзбеге қант қосамыз. Жаңағы жұмыртқаның ақуызын салып, қасықпен барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Егер сүзбеңіз сулы болса, 1-2 қасық ұн қосып жіберсеңіз болады. Енді азғантай ұн себу арқылы жаңағы қамырымызды жазып алатын боламыз. Тым қатты қалың, не жұқа болып кетпеуі тиіс. Енді жазылған қамырымызға домалақ етіп пішін беріп шығамыз. Барлығын бөліп болған соң ортасына сүзбелі салмамызды салып шығамыз. Енді сочниктарымызға пішін беретін боламыз. Дәл видеодағыдай тек 2 шетін жақсылап қыссаңыз болды. Себебі біздің сочниктарымыз піскен кезде қатты ашылып кетпеу керек. Содан соң үстіне жұмыртқаның сары уызы мен сүт жағып, алдын ала қызып тұрған пешке 25-30 минутқа жібереміз. Осымен біздің сочниктарымыз дайын. Міндетті түрде сіздерге жасап көрулеріңізге кеңес беремін.